Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 48-ші сабақ сұраулы сөйлем. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз және дерек көздерден мәлімет табуды үйренеміз. 46-шы жаттығу. Самат өзінің қарындасы еңлікке өлең оқып отыр. Ал еңлік болса өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік дейді. Міне балалар, сұрақтың тақырыбы неге, өлеңнің тақырыбы неге екен? Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады? Шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді? Маса неге шағады, жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды, теңіз неге тулайды дейді, иә? Авторы Қадыр Мырзаәли. Енді өлеңнен сұраулық мағына беріп тұрған сөзді тап дейді. Бұл жерде бізде сұраулық мағына беріп тұрған